Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз киберқауіпсіздіктің негізгі қауіптері. Бүгін біз хакерлердің негізгі және кең таралған әлеуметтік инженерия шабуыл түрімен танысамыз. Жалпы, әлеуметтік инженерия дегеніміз не? Қажетті ақпаратты алу үшін адам психикасының ерекшеліктерін қалай қолдану туралы ғылым. Ол бізде адамның осал жерлерін, қызығушылықтарын қолданады. Бұл шабуыл хакерлердің негізгі құралдарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда 70% шабуылдар әлеуметтік инженерия арқылы жүзеге асады. Әлеуметтік инженерияның кең таралған әдістерінің бірі сізге белгілі адамнан келген хат. Олар бізде сіз қолданатын банктен келген хат, әріптестен немесе басшыдан келген хат және техникалық қолдау қызметінен келген хат болып табылады. Көбінесе осы хаттарға көпшілер сене береді және ешқандай тексерусіз хатты ашып, тіркелген файлды сілтемені ашады. Тіркелген файл немесе сілтеме негізінен вирусты немесе фишингті сілтеме болып табылады. Оның салдары өте жаман. Мысалға, суретте көрсетілген хат осы жылы көктемде болған оқиға. Бұлай қарасақ, министрден келген хат күдік тудыра алмайды. Бірақ мұқият қарасақ, көптеген қателер бар және ескі елтаңба орналасқан. Жіберушінің шынайы мекен жайы көптеген пробелдер арқылы жасырын тұр. Егер файлды ашатын болсақ, макростар орындалып, құпия ақпараттарыңыз ағып кетуі мүмкін. Келесі тақырыбымыз қаскүнем адамдар ақпаратты қайдан алады? Әрине, бірінші кезекте әлеуметтік желілерден. Әлеуметтік желілер арқылы сіздің қызығушылықтарыңызды, жиі баратын жерлеріңізді және хоббилеріңізді білуге болады. Келесі пункт бұзылған сайттар арқылы ақпараттың ағуы. Қазір ешқайбір IT маманы 100% кепіл бере алмайды. Сол бұзылған сайттардан барлық ақпараттың даркнетке түсіп, осы ақпараттарды хакерлер қолдана алады. Маңызды пункттердің бірі, біз өзіміз өз еркімізбен ақпаратты таратамыз. Мысалы, GitContact сияқты қосымшалар арқылы. Көбінесе пайдаланушылар ақпаратты өздері де ашады. Мысалға, Instagram әлеуметтік желісінде стористе сұрақ қою функциясы пайда болған кезде көпшіліктері алуан түрлі сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап берген болатын. Мысалға қараңыз, қандай салдарға әкелуі мүмкін? Электрондық поштаның құпия сұрағының жауабы болып шықты. Сол себепті әлеуметтік желіде қандай да бір ақпарат салмас бұрын мұқият тексеріңіз. Келесі тақырыбымыз фишинг. Интернет алаяқтықтың бір түрі болып табылады. Мақсаты сәйкестендіру деректері, шоттар мен несие карталарының нөмірлерін ұрлау болып табылады. Сізге сілтемеге өтуді көндіреді. Сол себепті бөгде адамнан келген сілтемені ашпаңыз және жақындарыңыздан келген сілтемені мұқият тексеріңіз. Өйткені хакерлер жақындарыңызды бұзып, сізге фишингті сілтеме жіберуі мүмкін. Қазіргі таңда көбінесе SMS арқылы жібереді. Ол бізде смишинг деп аталады. Мысалда көріп тұрғаныңыздай, сілтемеге өтуді немесе суретті ашуды сұрап тұр. Таныстардан келген хатты мұқият тексеріңіз. Өйткені қазіргі таңда номерді ауыстыру арналған көптеген сервистер бар. Келесі тақырыбымыз трояндық ат, немесе троянский конь дейміз. Мұнда аңыздағыдай, зиянсыз файл сияқты болып келеді, бірақ файлды ашқан соң вирусты жүктеп алуыңыз мүмкін. Әлеуметтік инженерияның бір түрі болып табылады. Мысалға, Қазақстан қолданушыларының банктың атынан төлемді растауға ұқсас хат. Бірақ жіберушінің мекен-жайы қарасақ, банктың ресми мекен-жайына мүлдем ұқсамайды. Сол себепті мұқият тексеру қажет. Және қауіпті файл тіркелген болатын. Файлды ашқан соң, компьютерді басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін. Келесі тақырыбымыз жолдағы алма. Бұл шабуыл түріне 10-15 жылдай болып қалды. Көбінесе файл тасымалдаушыға жазылады. Сақ болыңыз, белгісіз флеш дискілерді пайдалану өте қауіпті болып табылады. Мүмкіндігінше белгісіз файл тасымалдаушыны қолданудан бас тартыңыз. Өйткені файл тасымалдаушының ішінде қосқан кезде вирустар мен көптеген зиянды файлдар жүктеуіңіз мүмкін. Келесі тақырыбымыз претекстинг. Жәбірленушіні алдымен жақсы жасалған сценарий қолдана отырып дайындайды. Телефон қоңырауларла немесе ұзақ хат алмасу жиі қолданылады.
Келесі тақырып кері әлеуметтік инженерия. Претекстинге өте ұқсас болып келеді. Жәбірленушіні өзі көмекке жүгінетіндей сценарий дайындалады. Көбінесе алдымен хакер ешқандай зиянды жұмысын жасамайды. Біраз уақыттан кейін зиянды бөлігі әрекет ете бастайды. Компьютерге қандай қауіп төнуі мүмкін? Шифрлаушы вирустар және бопсалаушылар. Деректердің ұрлауы немесе жоғалтуы. Және жеке ақпараттардың ағуы. Келесі тақырыбымыз мальвертайзинг. Зиянды жарнама. Байқаған шығар, сайтқа кірген соң, сайт сізге сіздің компьютеріңізде вирус бар екендігін айтады, немесе ескірген бағдарлама орнатылғанын айтады. Браузер сіздің компьютеріңізді тексере алмайды, осыны еске сақтап алған жөн болады. Телефонға қандай қауіп төнуі мүмкін? Қауіптер жиынтығы бірдей. Сонымен қатар фотосуреттерге, камераларға, геопозицияларға және контактілерге қолжетімді болады. Қорытынды. Сіз орнатқан бағдарламалардан абай болыңыз. Интернет желісінде ешкімге сенбеу керектігіңізді ұмытпаңыз. Өзіңіз туралы мүмкіндігінше аз ақпарат айтыңыз. Бұл ақпаратты жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз.